питахайяның осындай ортасы қызылы болады, ортасы ағы болады. Мынау арасындағы майда-майда қаралары оның дәні. Осы дәнді топыраққа салып өсіруге болады. Мен сіздерге мынау питахайяның жаңағы қандай жеміс екенін, қайда өсетіндігі жайында қысқаша айтып өтсем, мынау кәдімгі кактус деген өсімдік бар емес па? Біз оны гүл ретінде үйдің ішінде сәндік өсімдік ретінде егеміз. Ал бұл питахайялар тропиктік аймақтарда, Африкада жаңағындай бұндай кактустар, оның сан мыңдаған түрлері болады, олар далада өседі. Біз жаңағы мынау ыдыстағы өскен кактустарға мәз болып жүреміз. Ал енді даладағы өсетін кактустар, олардың биіктіктері 15-20 метрге дейін кәдімгі ағаштар сияқты өседі. Және ол өте ағаштан да жылдам өседі, өйткені олар іші қоймалжың, қатты емес, жаңағы шырынды, жапырақтары да, сабақтары да сондай шырынды болып келеді. Ал енді қазір мен сіздерге мынау дені көрсетейін анықтап. Мінекей мына жерде дұрыс бермей тұр. Питахайяны балалардың жегеніне қалғаны ғой. Соны жаңағы арасында ғана көрініп тұрған дәндерді, мынау көрініп тұрған, жылтырап тұрған қара-қара дәндер, осыларды қазір бөліп алып та топыраққа салуға болады. Не болмаса, осы кішкене жіңішке слойын кесіп алып, сол өзінің жемісімен де отырғызуға болады. Мінекей, мен осы жемістің шетінен кішкене бір слойын кесіп алдым. Мінекей, бұнда бірнеше көптеген не тұр, дәндері тұр. Мінекей, анық көрінбей жатыр. Осыны қазір топыраққа егеміз. Мына жерде менде дайын тұр. Топырақ кішкене жасыл ыдысты таңдадым. Қазір оған су құйдым дайындап. Енді мына жерін аз ғана, тым қатты көп батырмаймыз, аз ғана шұңқыр жасадым. Енді сол жерге мына питахайямызды саламыз. Көрдіңіздер ме? Енді осы бетін ақырын, дымқыл топырақтың бетін ақырын ғана былай жауып қоямыз. Тағы да кішкене су бүркуге де болады, не болмаса осы жылдамдық жетіп жатыр. Мына топырақ бос қой, сосын кішкене не қылып жатыр, бойымен бірдей болып тұр. Ыдыстың кішкене суды құя кейін басылады. Мінекей. Ал питахайямызды ектік. Бұл питахайя жаңағы қазақ елдерінде бұл жемісті, енді келіп жатыр ғой біздерге тропикалық жақтардан, бұл жемісті не деп айтады екен? Дракон жемісі деп айтады екен. Дракон жемісі деп. Алдымызда осы не жылы келе жатыр? Ұлу жылы, яғни айдаһар, дракон жылы. Міне осы жылға дейін, жаңа жылға дейін өсетін шығар деген немен, болжаммен біз осыны егіп отырмыз. Қазір күз айы, енді қолымызға осында егу туралы ой осы жемісті жегеннен кейін келгендіктен, біз оның күз болсын, қыс болсын қарамай осылай егіп жатырмыз. Күз болса да егіп жатырмыз. Кейде енді осы жаңағы горшоктың сыртына мен мынандай пластмасс ыдысты төңкеріп қойдым. Астына бірақ та мынадай таяқшаны қойдым. Жіңішке таяқшаны. Ол не үшін қойғаным? Астынан ауа кіріп, жоғарыда жаңағы топыраққа ауа барып тұру үшін. Өйткені қазір күз болғанмен күн өте жаңағы ыстық болып кетеді, түсқайта. Сондықтан топырағы дымқылдықты сақтап тұрсын деп осылай бетін жаптым. Бірақ бұған ауа кіріп тұрады. Астыңғы жағы тиіп тұрмайды терезеге. Бұл терезенің алдына баратын нәрсе балкондағы. Сондықтан ауа жеткілікті түрде кіреді, жарық түседі, жылу температурасы ойдағыдай. Бұл дән өсіп өнеді деген ойдамын. Мінекей, біздің питахайямыз, яғни айдаһар жемісі, не болмаса дракон жемісі мынадай күйде болып тұр. Сұндығы қазір мынадай бар. Бұл жемістен жаңағы алғашында 5-6 түйір, мына ортасындағы тұр ғой міне жіңішке, сол сияқты 3-4, одан кейін тағы бір екеу болсын 5-6 жалпы шыққан. Кейін су құйған кезде ертесіне осы
жіңішке әлсіз нелер, өскіндер өзінен өзі қисайып, езіліп құлап қалды. Тағы да бірнеше күн өткеннен кейін тағы бір екеуі құлады. Ойлаған бұл өспейді екен енді деп. Сонда жаңағы барлығы құлап, әйтеуір ішінде біреуі қалды. Сол қалғаны міне бүгінгі таңда бойы 15 сантиметрдей болып отыр. Мінекей питахаямыз осындай тропиктік жемістерді осылай бұны да алғаш отырғызуым. Мынау қисайып құлап кете береді, сондықтан мен таяқшаға оны жоғарғы жағынан былай кішкене резинкемен неғып қойдым. Бұл енді 1,5 айдағы болған оқиға. Мен жаңағы жұмыс бабымен басқа бір нелерге кетіп, осы видеоны ән түсірем, мені түсірем деп жүрген кезде жаңағы түсіре алмай, енді осындай күйге жеткенде бірақ рет түсіріп отырмын. Жақсы, сау болыңыздар. Әрі қарай кейін басқа да видеоларда мен бұл өсімдіктің, кактустың қалай өскенін әрі қарай түсіретін боламын тағы да. Кактусты жаңағы егу, дәнінен егу ғой былайынша айтқанда. Бірақ бұл кактустың жемістері жаңағы әжептәуір 1,5 килограммға дейін, 400 граммға дейін барады питахаялардың. Жаңа суретін көрсеттім.